Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мынандай оқиғаны көз алдарыңызға елестетіп көріңіздерші. Мыңдаған ғарыш кемелері жердің әуе кеңістігіне енеді. Олар біздің планетамызға кіріп, қалалардың үстінен ұшып, адамдардың үрейін ұшырып, жердегі хаосты бастайды. Кенеттен олардың ішіндегі ең үлкен кеменің есігі ашылып, бір түрлі тіршілік иесі шығады. Ол бұл флоттың Проксима Центавра жұлдызынан келгенін айтады. Мұндай нәрсе шынымен де болуы мүмкін. Өйткені жақында ғалымдар осы жұлдыздан шыққан бір түрлі радиосигналдар алды. Проксима Центавр күн жүйесінің ең жақын көршісі. Ол біздің жүйемізден бар болғаны 4,2 жарық жылындай қашықтықта. Бұл жүйеден шыққан жарық сәулесі, яғни жерге 4,2 жылда жетеді деген сөз. Жерден күнге дейінгі қашықтық бұл жұлдыздық жүйеге дейінгі қашықтықтан 270 мың есе аз. Проксима Центавра тым бозғылт болған соң аспаннан көзбен көре алмайсыз оны. Бірақ оның жүйесінде бір кішкентай құпия бар. Міне мына қызыл карлик. Ол күннен көлемі бойынша 7 есе кіші және массасы 8 есе жеңіл. Проксима Центавра біздің Юпитерден 1,5 есе үлкен, ал массасы жағынан 150 есе одан ауыр. Бірақ бізді қызықтырып отырған нәрсе кішкене алысырақ орналасқан. Бұл Проксима Центавра b, біздің жерімізге өте ұқсас планета. Ол жерден 10%-ға ғана үлкен. Және жер сияқты жұлдызының тіршілік ету аймағында орналасқан. Сол үшін де онда температура өте ыстық немесе өте суық та емес. Тіршілік ету аймағы деп жақын жұлдыздан оптималды жылу келетін аймақты айтамыз. Мысалы, планета жұлдызға тым жақын орналасса қатты ыстық болып, немесе өте алыс орналасса қатты суық болып, тіршілікке қолайсыз болады. Тіршілік болу үшін планета осы аймақта болу керек. Әрине, оның басқа да критерийлері көп. Бірақ біз оны болашақта қарастыратын боламыз. Сонымен жалғастырайық. Егер бұл планетада су бар болса, біздің жердегідей сұйық түрде болуы тиіс. Сондықтан да онда өмірдің кейбір формалары пайда болуы әбден мүмкін. Олар біз қабылдап алған сигналды бізге жібере алатындай дәрежеге дейін жеткілікті дамыған цивилизация шығар. Қалай ойлайсыздар? Радиосигналдар, олар толқындар. Олардың белгілі бір жиілігі және ұзақтығы бар. Ереже бойынша жасанды сигналды генерация арқылы басқа сигналдардан ажыратуға болады. Ал Проксима Центавра б'ден келген сигналдың жиілігі 982 МГц болған. Әдетте біз күнделікті ас үйде немесе машинада тыңдайтын радиомыз 100 МГц жиілікте сигналдарды қабылдайды. Осы үшін де ғалымдар оны жасанды сигнал деген тұжырымға келді. Мұндай сигналдар әртүрлі дамыған ғарыш әлемдері арасындағы бір-бірімен байланысудың тәсілі болуы мүмкін. Егер бұл шынымен ғарыштық өркениеттің хабарламасы болса, біз оның шифрын шешуіміз керек болады. Өйткені кез келген өркениет мұндай мақсат үшін ең қарапайым шифрлау әдісін қолданады. Мысалы, жер бұдан біраз уақыт бұрын ғарышқа радиосигнал жіберіп қойған. Ол 1679 цифрдан тұратын Аресиба хабарламасы. Бұл тіктөртбұрыш, оның ішінде өлшемі 23-ге 73 болатын квадраттар. Ал онда біздің әлем туралы барлық ақпарат екілік кодта шифрланып жазылған болатын. Ал тіктөртбұрыштың жоғарғы жағында біз қолданатын сандар жүйесі бар. Олар ақ түспен көрсетілген. Ал мына күлгін түсте оны оқу үшін кілт жасырылған. Кілтте су тегінің, азоттың, көмір тегінің, от тегінің және фосфордың атомдық нөмірлері кодталған. Бұл элементтер өмірдің пайда болуы үшін керек негізгі элементтер болып табылады. Егер осы сигналды қабылдап алушылар сандар мен кілтті дұрыстап анықтай алса, олар бұл хабарламаның келесі бөлігін оңай оқи алады. Мына жасыл түсте біздің ДНК-ның құрылымдық бөлігі көрсетіледі. Одан төмен қарай ДНК-ның өзі көрсетілген. Ал мына ақ төртбұрыштар осы құрылыс блоктарын жұптық саңына меңзейді. Көк спиральдар ДНК тізбектерінің формасын көрсетеді. Содан соң адамның силуэті белгіленген. Сол жағындағы ақ көк объектілер адам бойының орташа шамасы. Ал адамның өзі біздің қандай екенімізді түсіну үшін ДНК тізбектерінің соңында салынған. Ал мына оң жақтағы объект болса, жер шарындағы адамдар санын білдіреді. Бірақ бұл 1974 жылғы санақ. Ол кезде
4,2 миллиард адам болған. Қазір одан 2 есе көппіз. Келесі бөлікте біздің күн жүйеміз салынған. Мына үлкен сары квадрат күн. Сосын күн жүйесіндегі барлық планеталар көрсетілген. Оның ішінде Плутон да бар. Бұл сигналды жіберген кезде Плутон планетаға жататын. Қазір бұл статусынан айырылған. Жерді әдейі тұрғындары қайсында тұратынын көрсету үшін жоғары қарай ығыстырып орналастырған. Осылайша Аресиба сигналды ғарышқа жөнелтілген болатын. Шексіз ғарышта бұл сигналды біреулер шолықтырады ма, қалай ойлайсыздар? Егер бейне ролик ұнаса лайк қойып, менің басқа да роликтерімді көріңіздер.